Бәріне сәлем, бүгін өте дәмді майонезсіз салат дайындайтын боламыз. Ең алдымен сковородкамызға сұйық майымызды құйып қыздырып алатын боламыз. Содан соң бір тазартылған пиязды майда бөліктерге турап алып, қызып тұрған сұйық майымыздың үстінен салып, қызарғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Бұл жерде пиязымызды қатты күйдіріп жібермейміз. Содан соң бір тазартылған чеснокты майда бөліктерге бөліп, пияздың үстінен салып, екеуін жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Құрамы мен мөлшерін төменгі описаниеден таба аласыздар. Таза ыдысымызға 3 тазартылған сәбізді терканың көмегімен өткізіп алып, оның үстінен қызыл фасольді салып, фасолінің үстінен қуырылып тұрған пиязды салып алатын боламыз. Содан кейін салатқа арнайы приправа салып, дәміне қарай тұз салып алатын боламыз. Ең соңында туралған укроп немесе петрушка салсаңыздар, дәмі керемет болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің салатымыз дайын. Қасықтың көмегімен араластырып алсаңыздар болады, немесе мен сияқты қолдың көмегімен жақсылап езіп, араластырып алсаңыздар, дәмі жақсы болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің салатымыз дайын. Үйде жасап көріңіздер, өте тез дайындалатын салаттардың бірі. Егер де видео рецепт ұнаса, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!